Ағзадағы токсиндер мен шлактардан қалай құтыламыз деген сұраққа жауап бермес бұрын, жалпы токсиндер мен шлактар дегеніміз не, олар қайдан пайда болады деген сұраққа тоқталсақ. Токсиндер ол дұрыс тамақтанбау, лас ауа, стресс және басқа да факторлардың әсерінен ағзада жиналуы мүмкін улы заттар. Яғни токсин ол органикалық қосылыстардың қалдығы. Сонымен қатар токсиндердің жиналуы мынадай аурулардың пайда болуына алып келеді. Мысалы, онкология, бауыр патологиясы, асқазан ішек жолдарының бұзылысы және жүрек, қан тамыр жүйесінің бұзылуы. Ағзадағы шлактар бұл біздің тұтынатын тағамдарымыздан, қоршаған ортадан ағзада жиналған зиянды заттар. Ағзамызда токсиндер мен шлактар қалай жиналады? Ол дұрыс тамақтанбаудан, ащы тағамдарды көп жеуден, зат алмасу процесінің бұзылуынан, антибиотиктерді ұзақ уақыт қолданудан және қорғаныш функцияларының әлсіз болуынан, яғни иммунитеттің төмендігінен пайда болады. Ағзада токсиндер бар екенін қайдан білеміз? Кейде қараптан қарап бас ауыратын кез болады. Қанша ұйықтасаңыз да ұйқы қанбай, не шашыңыз түсіп, тері бүлінетін кез көп кездеседі. Бұның барлығы организмде токсин мен шлактың көп екенін білдіреді. Сонымен қатар мына белгілерде ағзада токсин мен шлактың көп екенін білдіреді. Ол буындарыңыздың қақсап ауруы, тәбетіңіздің болмауы, асқазаныңызда ауырлық сезімінің пайда болуы, үнемі шөлдеп жүру, аузыңыздан жағымсыз иіс шығу, терідегі өзгерістер және іш қатумен байқалады. Ағзаны токсиндер мен шлактардан тазалау үшін не істеу керек? Ол үшін күнделікті жеткілікті деңгейде су ішу, жартылай дайын өнімдерден, консерванты мен бояуы бар тамақтардан бас тарту, зиянды тамақтарды мүлдем жемеу, апта сайын моншаға бару, физикалық қозғалыста болу, ұйқы мен демалысты реттеу қажет. Ақпарат сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.